Әңгімені бастаймыз. Басты кейіпкердің аты жөні мен Ноучиге көмектесемін. Ол қарапайым мектеп оқушысы және бос уақытында анасына балық аулау ісімен айналысады. Әкесі болмағандықтан, ол анасы мен басқаларға қарағанда сәл көбірек жұмыс істеуге мәжбүр. Бұл оның сыныптастарымен қарым-қатынасына әсер етеді. Олар ипті кино көруге шақырды, бірақ жұмысына байланысты ол тағы да олардан бас тартуға мәжбүр болды. Ал олар өз кезегінде оны мазақ ете бастады. Бірақ бұл жалғыз мәселе емес еді. Өйткені жергілікті Панкс ипті қазып алады. Және ол әлсіз болғандықтан, олар оны ұрып соғуға кіріседі. Сонымен бірге оның құрт иісі бар екенін айтады. Содан кейін олар оның анасын қорлады. Тіпті Макунучи керемет қорлық көрсе де, ол оларға қарсы тұра алмады. Дәл осы сәтте кәсіпқой боксшы Такамура олардың жанынан өтіп бара жатыр. Ол барлық гопниктердің түймелерін жұлып алып, қылмыскерлерді қашуға мәжбүр етті. Келтірілген залалдың кесірінен есінен танып қалды. Ол бокс залында оянды. Ол жерде Амур оны жараларын емдеуге алып келді. Сондықтан Амур бұзақыларды жек көреді, бірақ өзін-өзі қорғай алмайтын адамдарды одан сайын жек көреді. Алайда Макунучидің көз жасы оған бір соққыны үйретуге мәжбүр етті. Такамура түсіндіре бастады, Ипа кәдімгі соққыны қалай дұрыс жасау керектігін, және оны жасағаннан кейін Ипа бәрін таңғалдырды. Ал Такамури бокстың оның қанында бар екенін бірден түсінді. Оның үстіне қамшының соққысынан кейін оның қолы толығымен жұлынып кетті. Бұл темір жұдырықтың белгісі. Жұмыстың арқасында Ипа жақсы жұмыс істей алды, және Такамурдың айтуынша, оның денесі өте жақсы. Және бұл соққымен Макунучтың әлеуеті зор. Мәселе мынада, Ипа ешқашан төбелеспеген, және оған ер адамды ұру моральдық тұрғыдан өте қиын. Сондықтан Такамура оған көмектесу және қорқыныштан арылу үшін бокс таспаларын береді. Үйге келгеннен кейін Ипа қайтадан жұмысқа кіріседі, және бұл үшін анасы одан кешірім сұрап, оған көмектесуді доғарып, орта мектеп оқушысының өмірінен ләззат алуын сұрайды. Бокс таспаларын қарап отырып, күші бар адамның өзін қалай сезінетініне таңғаламын. Ол кездейсоқ бокс журналын сатып алғанына қатты әсер етті. Онда ол Такамура туралы мақала тапты. Ол шынымен де мықты күрескер болып шықты. Мұның бәрі Ипны бірнеше күннен кейін Такамураға кәсіпқой боксшы болуға тырысқысы келетінін айтуға мәжбүр етті. Бұл Такамураны ашуландырды, өйткені по боксты осы сөздермен бағаламайды. Өйткені мұндай әлсіз және қорқақ адам үшін кәсіпқой болу мүмкін емес. Бұл жай ғана Макунучидің шешімі болды. Сондықтан Такамура оған бәс тігуді ұсынды. Ол ағашты қағып, қамшымен ұрып, құлап жатқан жапырақтарды ұстап алды. Бұл жеке кәсіпкердің сынағы. Оның бұл жапырақтарды ұстауды үйренуіне тура бір апта бар. Егер ол 10 бөлікті ұстай алса, онда Амур оған боксты үйретуге келіседі. Бұл өте қарапайым болып көрінді. Бірақ шын мәнінде жапырақтарды ұстау үлкен міндет болып шықты. Біріншіден, ипте жай ғана жапырақты ұстау үшін соққы жылдамдығы жеткіліксіз. Екінші жапырақты ұстауға тырысқанда, біріншісі қолынан ұшып кетеді. Ипа Такамураның мұны қалай жасағанын түсінуге көп уақыт жұмсады. Бір кезде ол Такамура жапырақтарды ұстап алған кезде, оның қолдары өте қатты шертетінін есіне алды. Содан кейін ол соққы алдында қолын толығымен босаңсыту керек екенін түсінді. Бұл қамшының шеберлігін шыңдауға уақыт аз болды. Сондықтан ол өзін аямай жаттығады. Ақыры бір апта өтті. Такамура паны өткізуге келді. Бірақ оның шаршағаны сонша, ол Такамурадан өте мұқият қарауды өтінді. Өйткені оның бір ғана әрекеті қалды. Бір таңқаларлығы, Такамура тапсырманы орындады. Оның үстіне ол оны асыра орындады. Өйткені шарт бойынша 10 жапырақты екі қолымен ұстауға тура келді. Бірақ мен мұны түсінбей, бәрін бір қолыммен ұстадым. Содан кейін Такамура одан қызықты күрескер шығуы мүмкін екенін түсінді. Такамура оны да залға кіргізіп, жаңадан келген адамды таныстырады. Мәселе мынада, Такамура жаттықтырушы емес. Яғни ол бұл залға кімді апару керектігін өз бетінше шеше алмайды. Өйткені мұндағы ең бастысы Камагава, ол Макунучта жауынгердің рухын сезінбеді. Демек, оның мұнда істейтін ештеңесі жоқ. Алайда Такамура жігітке мүмкіндік беру керек деп талап етті. Әйтеуір, Тамагава оны тексеруге келісті, және тексеру спарринг кезінде жүргізіледі. Уи дәл нөлдік жекпе-жек өткізеді. Ал оның бірінші қарсыласы Мията болады. Осы залдағы ең үздік жас боксшы. Оның жақсы болғаны сонша, оны бокс элитасы деп санауға болады. Әрине, Ибоның мүмкіндігі жоқ. Сондықтан Такамура оған жай ғана қорғануды бұйырады. Өйткені егер ол бір раундта 4 рет құлап кетсе, онда ол жеңіліске ұшырайды. Алайда, күйзеліске байланысты оның басынан бәрі ұшып кетті. Сондықтан ол қолын бұлғап Миятаға барды. Оның қорғаныста қиындықтары бар. Өйткені ол басын қорғаған кезде оның денесі ашық, ал қолын төмен түсіргенде басы нысанаға айналады. Мен мұндай күшті соққыларды ерте кездестірмедім.
Содан кейін мұндай соққыдан кейін тұру оңай шаруа емес еді. Бірақ үлкен ерік жігер оны аяғынан тұрғызды. Такамура оған тағы бірнеше кеңес берді. Бірақ бұл оны екінші нокдауннан құтқармағаны анық. Мия мұның бәрі болды деп ойлады. Бірақ по тағы да жекпе-жекті жалғастыруға күш тапты және бұл Камагаваға ұнады. Мұндай суретті көрген басқа боксшылар Миятым әлсіз ұрады деп айта бастады. Өйткені мұндай жаңадан келген адам оның соққыларына төтеп бере алады. Бұл Мияттың өзі өлтіруіне және қатты соққы беруіне себеп болды. Ол ешқандай қарсылық көрсетпеді. Макунучи құлап қалмау үшін бар күшімен барлық соққыларды сіңірді. Бірақ осымен ол өзінің табандылығын және берілгісі келмейтінін көрсетті. Осылайша ол екінші раундқа дейін шыдай алды. Бұл қазірдің өзінде сенсация болып саналады. Тек мәңгілік қорғаныста жеңіске жету мүмкін емес. Сондықтан Такамура оған шабуылға шығуды айтады. Ипа Миятаны сол жақ соққымен ұра бастады. Яғни сол қимылмен ол жапырақтарды ұстап алды. Және Такамураның ойынша, ол жалбызды бұрышқа қысып, қорғанысы ашылып, оң қолымен алмұрттың соққысына ұқсас қатты соққы беру керек. Бір таңғаларлығы, бәрі жоспар бойынша жүріп жатты және бір сәтте Макунучи оның қорғанысын бұзалды. Бұл тек Миятаның негізгі күші қарсы шабуылдар және тек бон құтқарды және жеңіліске ұшырады. Осылайша по үшінші раундқа дейін аман қалды. Бұл басқа жауынгерлерді одан сайын таңғалдырды. Үшінші раундта ғана Мията одан да ауыр жекпе-жекті бастады және өз тәжірибесін пайдалана отырып, иптің иегіне дәл соққы берді. Егер мұндай соққы көзге көрінбейтін болып көрінсе де, бұл өте қауіпті болып саналады. Өйткені осылайша мидың шайқалу ықтималдығы жоғары және жүйке жүйесіне байланысты денесізге бағынуды тоқтатады. Бұл жікмен дәл солай болды. Бірақ ол аяғын дірілдей бастады. Бұл олардың денесін көтеруге мәжбүр етті. Және керемет жасағаннан кейін ол күресті жалғастырды. Бірақ Мия оны бірден еденге құлатқанымен, ол тіпті ұрысқа бет бұрды. Сонымен қатар, барлық жарақаттарға қарамастан, оның соққылары бұрынғыдай күшті болды. Бірақ ол керемет жасай алмады. Менің атым, әрине, оны нокаутқа түсіреді. Оның жеңілісі таңқаларлық емес еді. Бірақ сіз Камагава ескі мектептің жауынгерін көрдіңіз. Қанша соққы алса да, боксшы бәрібір жекпе-жегін жалғастырады. Камагаваның айтуынша, Такамура нағыз құбыжықты тапқан. Сондықтан ертеңнен бастап Камагава күн сайын жеке кәсіпкерді жаттықтыратын болады. Макунуч оянғанда оны залға қабылдағанын айтты. Және барлық басқа боксшылар жаңа жолдасын жылы шыраймен қарсы алды. Бұл иптің көзіне жас алды. Ақырында жаттығудың бірінші күні келді және оны Ипа Камагавамен бірге өткізеді. Олар әдеттегі қос соққыларды жаттықтыра бастады. Соққыларды шыңдаудан басқа, Камагава осылайша оның төзімділігін жаттықтырады. Өйткені Ип 3 минут бойы тоқтаусыз соққылар жасайды және бұл оның денесінің аралық уақытқа үйренуіне көмектесу керек. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Камагава Миятаны арандата бастады. Егер Ипа өзінің бір соққысын соғалса, онда Мия оған төтеп бере алмайтынын айтты. Осы арқылы Камагава бір-бірімен бәсекелесе отырып, олар тезірек жақсару үшін олардың арасында бәсекелестік тудыруға тырысады. Ал Камагаваның айтуынша, ол 3 айдың ішінде жаттығады және осылайша Миятаны міндетті түрде жеңеді. Келесі күні ол үстіңгі жағын жаттықтырды. Бұл ол үшін мүлдем жаңа соққы болды. Бірақ ол ешқандай негіздерді білмей-ақ үстіңгі жағын тамаша орындай алды. Және ол нысанаға тиіп кетпесе де, залдағылардың барлығына оның керемет әлеуетке ие болатыны белгілі болды. IPден кейін көлеңкелі жекпе-жекті, яғни қиялдағы қарсыласпен жеке соққыларды меңгеру керек. Бастапқыда IPге ештеңе көмектеспеді. Сондықтан Ымура мен Аоки оған көмектесуге шешім қабылдады. Бұл жай ғана көмектесу арқылы олар бір-бірін нокаутқа түсірді. Бірақ мәселе бұл жерде емес. Мәселе мынада, Макунучи тек күлу үшін күресіп, оны өзінің қарсыласы ретінде көрсетіп, үнемі жеңіліп отырды. Өйткені, объективті түрде, боксшы ретінде қазір күлу қиынырақ. Мұны көрген Такамура оған көмектескісі келді. Бірақ Камагава бұған тыйым салды. Өйткені, боксшының өзі қарсыласын қалай жеңуге болатынын білуі өте маңызды. Уақыт өте келе және по көлеңкелі жекпе-жекті шынымен меңгеріп, сәл күштірек болды. Текетірес пен түсінушілік екеуінде нормадан тыс жаттығуға итермеледі. Бірақ бұл олардың жау екенін білдірмейді. Боксқа аяқ киім керек. Ал Ипте аяқ киім болмағандықтан, ол мамандандырылған дүкенге барды. Онда сатушы осы мүмкіндікті пайдаланып, Макунучиді жылытпақ болды. Бірақ Мия Ипке жаңадан бастаушыға қандай арзан аяқ киім сатып алған дұрыс екенін айтты. Содан кейін мен әкем туралы айтамын. Ол бұрынғы кәсіпқой күрескер болып шығады. Ол техниканың күшке әсер ететінін ұстанды. Сондықтан ол аяқ пен негізгі жұмысқа көп көңіл бөлді. Бірақ финалға жеткенде ғана ол жеңіліп қалды. Бұл оны сындырды. Өйткені ол сол кезде күштің техникаға тиетінін мойындады. Алайда Мия әкесіне соңына дейін сенді,
Сондықтан әкесіне оның техникасының дұрыс екенін дәлелдеуді басты мақсат етіп қойды. Сондықтан Миятаның әр жекпе-жегінде жеңіске жетуі өте маңызды. Әсіресе бұл ипке қатысты, өйткені ол ескі бокстың, яғни таза күштің өкілі. Бірақ ип үшін де жеңіс өте маңызды. Сондықтан Камагава екеуі күн сайын тынымсыз жаттығады. 3 айдан кейін Иппо ақыры реваншқа дайындалды. Бокс үйірмелерінде Мия өте танымал тұлға. Сондықтан бұл күні Фудзи есімді спорт журналисі оған бармақшы болды. Алайда ол менің атыммен төбелесуге тура келген күні келді. Бұл жолы Иппо өте сенімді түрде бастады. Өйткені ол енді оған ілесе алды. Егер бұрын Макунаучи Еленаның соққыларын көрмеген болса, енді ол жалтарып, Миятаны иық пышақтарына жатқыза алды. Бұл бәріне қатты әсер етті. Бірақ Мия бұған ашуланды. Сондықтан ол бірден жауап берді. Бастаманы қолға алып, Мията жекпе-жектің барысын бақылай бастады. Және бір сәтте ол соққы беру үшін тамаша уақытты алады. Бұл жай ғана Иппо шабуылды сіңіріп, Миятаға екінші рет қарсы шабуыл жасап, оны еденге жатқызады. Миятаның орнынан тұруы қиын болды, бірақ жеңіске деген құлшынысы қатты болды. Сондықтан ол жекпе-жекті жалғастыруға күш тапты және ең күшті соққыдан жалтарып, Миятаға ең ауыр соққы берді. Соққының қатты болғаны сонша, бәрі солай болып көрінді. Бірақ дәл солай, өйткені ол бас тартпайды және бар күшімен орнынан тұрады. Алайда гонг оларды үзіліске жібереді. Мұндай шабуылдар із-түзсіз қалмайды және екі нокдаунның екі жауынгерге де ауыр тиетіні байқалды. Яғни бір ғана сәтті соққы жекпе-жекті аяқтауы мүмкін. Ал Миятаға бұл ұнамады. Жасына қарамастан, Мия өте тәжірибелі боксшы. Сондықтан ол екінші раундты тек клинчте өткізді. Осылайша ол күшін қалпына келтіріп, алған жарақатынан айығып кетті. Па кезінде мұндай әдістер жай ғана таусылды. Мията үшінші раундқа толық шешіммен шықты. Сондықтан IP корпусын жаттықтырғаннан кейін ол дәл соққымен құлап кетті. Және IP-нің кумулятивтік әсерінің арқасында тұру және жақсы жұмыс істеу одан да қиын болды. Бірақ соған қарамастан, ол әлі де 4-ші раундта шешілетін жекпе-жекті жалғастырмақ болды. Бірақ онда мен қайтадан күштірек болдым және бір сәтте мен оны аяқтағым келді. Бірақ оның мүмкіндігін көріп, ол ең күшті жоғарғы соққымен қарсы шабуыл жасайды. Және бәріне ол жіберіп алғандай көрінді. Алайда, қолғаптың ең кішкентай бөлігі оның иегіне тиіп, Миягері соққы бере алмады. Өйткені оның денесі күресті жалғастыра алмады. Осылайша, реванш өткізіп, осындай мықты жауынгерден жеңіске жетті. Бұл спарринг болса да, келесі күні Иппо жаттығуға келгенде, ол Миятаны еш жерден таба алмайды. Сондықтан ол бұрынғыдан әлдеқайда нашар жаттығады. Бұл Камагаваны ашуландырғаны анық. Сондықтан ол оны жіберіп, Такамурамен жаттығуға жіберді. Ол жекпе-жекке дайындалып жатыр. Яғни ол жақын арада салмақ өлшейді. Сондықтан оның жаттығу қарқыны әлдеқайда жоғары болды. Осы жаттығулар кезінде Макунаучи жалбыздың жоқтығы оны есінен танып қалғанын және бұл Акамураны ашуландырғанын айтады. Өйткені оның айтуынша, кәсіпқой бокс достар табу үшін келмейді. Ал егер ол әлі де дақ сияқты әрекет ете берсе, онда басқа жауынгерлер оны жай ғана жейді. Соған қарамастан, Амурды өз орнына түнеуге осылай шақырады. Онда ол оны кеспемен емдейді. Бірақ ол өзі қызанақты жей бастады. Баға қатаң диетаның арқасында оны жеуге болатын барлық нәрсе бар екенін айтты. Бірақ ол алаңдамауы керек. Өйткені Такамура үшін мұндай диета бұл ұсақ түйек нәрсе. Ол сондай ақ оның қалай боксшы болғанын дәл айтып береді. Бұрын Такамура төбелестен басқа ештеңе істей алмайтын қарапайым бұзақы болған екен. Алайда оны Камагава байқап қалып, кәсіпқой бокс әлеміне алып келді. Бірінші жеңісінен кейін бүкіл зал оған қошемет көрсетті. Содан кейін Такамура керемет сезімдерді бастан өткерді. Өйткені бұған дейін ол ешқашан мақталмаған. Осыдан кейін олар төсекке кетті. Содан кейін олар Такамураның ұсақ түйек диета туралы не жинағанын түсінді. Өйткені ол қатты аштықтан қатты зардап шекті және оған тек түнде де жаттығу керек болды. Әйтеуір өзін аштықтан алшақтату үшін бұл поға кәсіпқой боксшының жолы көрінгеннен әлдеқайда қиын екенін түсінді. Ақыры ұрыс күні де келіп, осы атмосфераны сырттан бақылап отырды. Мұндай диетаға қарамастан, Такамураның арқасында әлі де көп нәрсе қалды. Сондықтан бірінші раундта ол қарсыласын нокаутқа жіберді. Содан кейін саңырау қол шапалақтады. Осының бәріне қарамастан, Иппо бір күні оның орнында болғысы келді. Үйіне қайтып бара жатқанда, ол Миятамен кездесті. Ол оған Камагава залынан кеткенін айтты. Өйткені егер ол қалса, онда ол Помен кәсіби деңгейде кездесе алмас еді. Сондықтан олар бір-біріне келесі турнирдің финалында міндетті түрде кездесуге уәде берді. Уәдесін орындау үшін алдымен
кәсіпқой боксшының лицензиясын алу керек. Ол үшін әртүрлі кезеңдерден тұратын бірнеше сынақтар өткізіледі. Жазбаша бөлікте ешқандай проблема болмау керек. Ең бастысы спаррингтегі жеңіс. Бірақ мұнда да По қарсыласын оңай жеңіп, оны жеңді. Соның арқасында По ақыры кәсіби күрескер лицензиясын алды және Камагава оны мақтан тұтты. Содан кейін сол гапниктер кәсіби маман лицензиясын алу туралы білді. Ал кәсіпқой боксшының кәсіпқой боксшы болғаны оларды қатты таңғалдырды. Бірақ ең бастысы ИПА дебюттік кездесуінде қарсыласын ақыры таниды. Ол Ода есімді жауынгерге қарсы күреседі. Және бұл ИПА үшін бірінші жекпе-жек болғандықтан олар рингте бірінші жекпе-жек өткізеді. Әрине, бірінші жекпе-жектің алдында ол қатты қобалжығаны анық, бірақ ол рингке тым көп шығады. Ода оған өте дұшпандық танытты. Сондықтан олар жекпе-жекті бір-бірін аямай, өте белсенді түрде бастады. Бұл Поның еденге Ода қоюына келді. Соған қарамастан, ол жекпе-жекті жалғастырды және егер ол ерте жаста болса да, ол соққымен жіңін жақсы ұстай алды және осы соққымен ол Макунучидің қасын кесіп тастады. Ал ережелерге сәйкес, егер кесу ұлғайса, онда жекпе-жекті тоқтатуға тура келеді. Бұл техникалық жеңіліс. Яғни, Паның басты міндеті оның кесіндісі ұлғаймай тұрып, Отты нокаутқа түсіру. Өз кезегінде, Ода жараланған жерді бар күшімен ұруға тырысты. Сондықтан Макунучи позициясын өзгертуге және күресуге мәжбүр болды. Өйткені бұл оған өте ыңғайсыз болды. Бір кезде Иптің қасындағы жағдайдың нашарлағаны сонша, төреші олардың жекпе-жегін тоқтатуға мәжбүр болды. Алайда, бұл Иподуды нокаутқа түсірген сәтте болды. Яғни ереже бойынша ол жекпе-жекте жеңіске жетті. Осылайша, үшінші раундта Ипо дебюттік кездесуінде жеңіске жетті. Бұл туралы бұзақылар білді. Олардың бастысы Умизава деп аталады. Және олар мұны оған айтпасын. Бірақ олар бұған дейін оған осылай жасағандары үшін қатты ұялды. Сондықтан олар оған келесі матчта қолдау көрсетуге уәде берді. Ал келесі жекпе-жек жақын арада болады. Иптің қарсыласы Фудживара есімді жауынгер болады. Және бұл жолы олар екінші жекпе-жекке шығады. Фудживар өте қорқынышты және қатал қарсылас болып көрінеді. Бұл оның іс-әрекетімен де дәлелденеді. Шынында да, жекпе-жек кезінде ол одан да күшті екенін мойындай алмады. Сондықтан ол басын ұрып алдай бастады. Бұл жай ғана жігіні ашуландырды, сондықтан ол одан да қатты күресе бастады. Фудживара тағы бір рет ұрып, басын ұрған кезде ол бұған дайын болды. Содан кейін ол бірінші раундта күшті соққымен қарсыласын нокаутқа жіберіп, екінші жеңісіне қол жеткізді. Уәде етілгендей, Умизава жекпе-жекті көруге келді және ол Паның жеңісіне мақтанғаны сонша, келесі күні оны достарымен таныстырды. Және ол оларға IP жетістіктері туралы айтып жатқанда, ол бұл жеңіске IP-нің өзінен гөрі көбірек қуанғандай әсер қалдырды. Макунучи боксшы болғаннан бері 1 жыл өтті. Бұл оның мұрнында жаңадан келгендер арасында турнир бар екенін білдіреді. Такамура өзінің рекрутингтік турнирін есіне түсірмеді. Өйткені ол оны көп күш жұмсамай ақ жеңіп алды. Кимураға келетін болсақ, ол дене қызуының көтерілуіне байланысты турнирді өткізіп алған. Бірақ Аоки жекпе-жегін бірінші қарсыласына жоғалтып алды. Содан кейін ол екінші кезеңде боксшыдан, содан кейін үшінші кезеңде боксшыдан, содан кейін төртінші кезеңде төмен түсіп кетті. Жалпы, Саоки күрескер ретінде ең мықты деп саналмайды. Бірақ ол керемет аспаз. Сондықтан, егер ол бокспен жақсы айналыспаса, онда оның міндетті түрде бірдеңе істеу керек. Ақырында чемпионаттың турнирлік кестесі жарияланады. Және олар бойынша мен тек финалда ғана кездесе алатыным белгілі болды. Бірақ алдымен Джейсон болып шыққан бірінші қарсыласын жеңу керек. Ол Жапонияда орналасқан американдық әскери адам. Сондықтан оны әлсіз деп атауға болмайды. Мұны оның файлынан да әкелген Фудзи растайды. Ол туралы ақпарат өте аз. Бірақ оның қатты соққыға жығылғаны сонша, ол кездейсоқ спарринг серіктесін жарақаттап алғаны белгілі. Мұндай деңгейдегі боксшыға ерекше дайындық қажет. Сондықтан Камагава Такамурамен жұптасуға мәжбүр болды. Оған тек ілмектермен, яғни Джейсонның негізгі қаруымен ұру міндеті жүктелді. Соққылардан жалтару көрінгеннен қиынырақ болып шықты. Сондықтан ол қоршау түрінде қосымша жаттығулар тапты. Бірақ олар да оған қиындықпен берілді. Бірақ нәтижесінде көп жаттығудан кейін Па әлі де Кабура ілгегінен оралды. Рас, бұл үшін ол оны өлтіре жаздады. Умизава мен оның серіктестігін жіберіп алмаған бірінші жекпе-жектің күні келді. Ипа жекпе-жекті қарқынды орнатып, бірінші соққыны беру арқылы сенімді түрде бастады. Джейсон ілмекпен жауап бермек болды. Бірақ жаттығудың арқасында ол кері бұрылды. Содан кейін ол жоғарғы соққыны жасамақ болды. Бірақ Джейсон да оған дайын болды. Боксшылар ең күшті соққыларды соғуға тырысты, бірақ екеуі де жалтарып кетті және дыбыстарға қарағанда мұндай соққылардың бірі қарсыласын оңай нокаутқа түсіруі мүмкін. Бірақ бір сәтте Джейсон ілмектерін қатарынан тіге бастады.
ал олардың бірі әлі де жүкіге жетті. Күш жігерсіз емес, бірақ жүк көтерілді. Алайда, осыдан кейін Джейсон оны қайтадан еденге жатқызады. Бұл жарақаттар жүгіге қатты әсер етті, сондықтан ол жай ғана қозғала алмады. Осы сәтті пайдаланып, Джейсон жекпе-жекті аяқтамақ болды. Бірақ Макунучи Джейсонның ілгегімен бір вақытта өзінің жоғарғы соққысын жасады. Және осыған қарап, Камагаваның жоспары пісіп жетілді. Ол Паға Джейсонмен осындай соққылармен алмасуды жалғастыруын айтты. Сонымен бірге ол Джейсонға моральдық тұрғыдан қысым жасау үшін оған мүлдем зиян тигізбейтіндей кейіп танытуы керек. Өйткені Айпенің соққыларының күшімен мызғымастығын ескере отырып, оның бұл алмасуларда жеңіске жетуге барлық мүмкіндігі бар. Бұл стратегия өте қатал болып шықты, және екі боксшы да әр соққыдан кейін біраз уақыт жақсы жұмыс істеуге жұмсады. Бірақ Айпеде басқа амал жоқ. Бұл тек бірінші раундтағы зақымға байланысты, және бұл соққыларды әлдеқайда ауыр көтерді. Сондықтан Джейсон оны тағы да нокдаунға жібереді. Бұл құлдырау оған бұрынғыдан да ауыр тиді. Бірақ Джейсонға қарап, оның да жарақат алғанын түсінді. Сондықтан оның мәңгілік соққыларына төтеп бере алмады. Соған қарамастан, ол ұпай бойынша жеңіліп қалады. Сондықтан раундтар біткенше оны нокаутқа түсіру оның міндеті. Макуновичтің күшін тауып, жекпе-жекті жалғастырады, және корпусқа ең күшті соққымен Джейсонды екіге бүктейді. Бірақ ол да әлсізден алыс, сондықтан ол қалған күшін де аяғына тұру үшін жинайды. Бойын бұрынғыдан да күштірек қимылдап, ең күшті соққылардың ретін берді. Және солардың бірінен кейін ол оны аяқтамақ болды. Бірақ соңғы соққысынан жалтарып, Джейсон бұдан былай шыдай алмаған шабуылдар сериясын бастады. Осылайша, бұл ең қиын жекпе-жекте ол екінші раундта жоғары деңгейде өнер көрсетеді. Және осындай әдемі жекпе-жек үшін екі жауынгер де өз ризашылықтарын білдірді. Оларды көрермендер де жоғары бағалады. Өйткені олар жеңімпазды да, жеңілгенді де қатты қошеметпен қарсы алды. Мияодан қалыс қалмады, және ол алдағы жекпе-жегінде де жеңіске жетті. Және ол мұны өзіне тән емес стилде жасады. Өйткені Мия өзінің әлсіз жақтарын дамыта отырып, шабуылдан бас тартты. Мұның бәрі оның Памен ықтимал жекпе-жекке дайындала бастағанына байланысты. Айтпақшы, оған келесі қарсыласының аты жөні айтылады. Оның есімі Кента және Фудзидің боксшыға берген жазбаларына қарағанда, ол ең мықты емес. Оның соққылары әлсіз, ал бүкіл жекпе-жек үздіксіз сыналардан тұрады. Бірақ осылайша да ол жекпе-жекте жеңіске жетеді. Мұның бәрі жеңіс оған ұпай бойынша берілгендіктен. Боксшының бұл түрі өте ыңғайсыз болып саналады, және оны жеңудің жалғыз жолы нокаут. Дегенмен, ол ешқандай қиындық тудырмауы керек. Сондықтан Па жартылай финалда өзінің әлеуетті қарсыласын көрсетеді. Оның есімі Хаями және ол Жапонияның басты таланттарының бірі болып саналады. Сондықтан номиналды түрде және артта қалған рөлде. Хаями жақсы аяқпен жұмыс істеуімен, техникасымен, сондай-ақ ең жылдам соққыларымен танымал. Бұл оны ең күшті күрескер етеді. Және мұндай қарсыласқа өте мұқият дайындалу керек. Сондықтан ол Такамура, Аоки және Кимуромен бірге оқу-жаттығу жиынына барады. Олар жағажайдың жанында орналасады. Сондықтан құмда жүгіреді. Сондықтан кейбір қиындықтар туындады. Ол жолдастарына ілесе алмады. Дегенмен асфальтта мұндай проблема болған жоқ. Такамураның айтуынша, мұның бәрі оның аяғына қатысты. Иптің денесі өте жақсы дайындалған, бірақ бұл оның аяқтарына мүлдем әсер етпейді. Өйткені оған итергіш күш жетіспейді. Жағажайдағы қарапайым ағай бұл мәселеге көмектесуі керек. Бірақ сонымен бірге Кимура лагердің соңына дейін аяқтарын сорып үлгеру үшін онымен бірге жаттығуды шешті. Жігіттер залға оралғанда, лагер Такамураның кесірінен ұйымдастырылып жатқаны белгілі болды. Өйткені оның мұрнында Жапония чемпионы атағы үшін күрес жүріп жатыр. Ал Камагава үшін бұл жекпе-жек ерекше маңызды. Өйткені оның жауынгері соңғы рет белбеуді 10 жыл бұрын жеңіп алған. Бұл жекпе-жек кештің басты оқиғасы болмақ. Бірақ Такамураның дәл алдында Пакета да жекпе-жекке шығады. Ал Такамураның айтуынша, Ибоның жекпе-жегінде жеңіліп қалуға құқығы жоқ. Өйткені ол оның көңіл күйін түсіреді. Қалай болғанда да, По матчқа өте жақсы дайындалды және бұрынғыдай қысымды сезінбестен рингке шығады. Онда жолда Декамура оны қосымша жігерлендіреді. Жекпе-жек басталды және біреу ипті созылған қолымен шатастыра бастады. Бұл позицияда ол иптің барлық соққыларына тосқауыл қойып, әлсіз соққымен жауап бере алады. Ал ипа жақындауға тырысқанда, Кентті ұру үшін Кента оны жай ғана клинчке апарады. Бұл тактика қарқынын айтарлықтай төмендетеді және қарсыластың төзімділігін көп жұмсайды. Соның арқасында Кента одан да күшті соққылар жасай бастады. Осылайша бірінші раунд аяқталып, бәрі Кентаның жоспары бойынша жүрді. Өйткені, егер бәрі төрешілердің шешіміне дейін созылса, онда ол міндетті түрде ұпай бойынша жеңеді. Екінші раунд дәл осылай өтті. Сонымен қатар ұпай артта қалып, жарақат алды. Жағдай аянышты болды. Өйткені Кенттің қалған раундтарында ол өз стратегиясын ұстануы керек еді.
содан кейін ол міндетті түрде жеңіске жетер еді. Тек 3-ші раундта Кент күшті соққы бере алды. Содан кейін ол өз күшінен керемет эмоцияларды сезінді. Баяу, бірақ ол өзінің бастапқы тактикасынан алшақтай бастады. Өйткені жаңа ұрыс стилі оған әлдеқайда рахат әкелді. Жаттықтырушы біреуден бастапқы жоспарына оралуын және жекпе-жекте жеңіске жетуіне кепілдік беруін өтінді. Алайда Кента шектен шығып кетті. Толқуға бой алдырған Кента Ипны құлата бастады. Бірақ осылайша ол оған қарсы шабуылға шығуға мүмкіндік берді және соңғы күшін жұдырығына жинап, ең күшті соққы беріп, Кентті нокаутқа жіберді. Осылайша үлкен қиындықпен және сәттіліксіз емес, бұл жекпе-жекте оның аяқталуына небәрі 2 секунд қалғанда жеңіске жетеді. Бұл жекпе-жекте Макунучи көп жарақат алды және оның жағдайы нашар болды. Сондықтан Такамура оған белбеуімен осында оралғанша киім ауыстыратын бөлмеде болуды бұйырды. Жолдас Ипаның жеңісіне еш күмәнданбады, бірақ оның жеңісін өз көзімен көргісі келді. Сондықтан ол тым көп күш жұмсап, рингке қайта оралды. Сол кезде Такамура нокдаунға ұшырады және оның жағдайы аз дегенде онша емес. Алайда келген жігі оған бірден тұрсын деп айқайлай бастады. Өйткені ол досының жеңілгенін көргісі келмеді. Бұл Такамураға аяғынан тұруға көмектесті. Содан кейін ол Мұхаммед Әли сияқты жекпе-жекті жалғастырып, қарсыласының барлық соққыларынан оңай жалтарып, содан кейін күшті соққымен жекпе-жекті бірінші раундта аяқтап, осылайша бокстан Жапония чемпионы атанды. Үйге қайтып бара жатып, Такамура өзіне жекпе-жекте жеңіліп қалуы әбден мүмкін екенін мойындады, егер бұл жеке кәсіпкердің айқайы болмаса. Алайда ол оған әдеттегідей алғыс айта алмады. Сондықтан ол өзінің турнирінде жеңіске жетпесе, жеке кәсіпкерді еш нәрсе үшін кешірмеймін деп айқайлай бастады. Қазір жеке кәсіпкердің басты мәселесі Хаями, ал Камагаваның айтуынша, қазіргі жағдайда жеке кәсіпкердің оны жеңуге мүмкіндігі жоқ. Сондықтан оны дайындауға көп уақыт пен күш жұмсауға тура келеді. Хаяменің өзі де осындай пікірде болды. Өйткені ол Фуджиге Ипаның соңғы жекпе-жегін көргенін және оның алғашқы раундтарына қарағанда боксшы онша жақсы емес екенін айтты. Және оған жеке дайындықтан өтпейді. Бірақ оның жаттығуларының қарқындылығы әлі де шектен шыққан. Ипны жаттықтыру үшін Камагава оны жұптастырды, Сокки оған үстіңгі соққыларды беру, тапсырмасын беру және бұл Хаямидің негізгі қаруларының бірі. Онымен қандай да бір жолмен күресу үшін Ип осындай соққыға қарсы шабуыл жасауды үйренуі керек. Ал мұны істеудің ең жақсы жолы ілмек салу. Бірақ ол бастапқыда олардан қашып құтыла алмады. Сондықтан ол басынан қайта-қайта соққы алды. Бұл оның жағдайының нашарлауына әкелді. Сондықтан осындай жаттығулардың бірінен кейін ол үйде безгегімен ауырды. Мұны білген соң оны көруге Раоки мен Кимура кімге келді. Осыдан кейін Ипа Акиден көшеде онымен тағы бір спарринг өткізуін өтінді. Өйткені Хаямимен жекпе-жекке аз ғана уақыт қалды. Ақыры жекпе-жек күні келді. Оның жеңімпазы турнирдің финалына шығады. Екі жауынгер де раундты белсенді түрде бастады. Орташа соққылармен алмасты және уақытты босқа өткізбеуді шешті. Хаями бірден өзінің ең жылдам соққыларын қолдана бастады. Алайда бұл дүрбелеңге төтеп беріп, покері соққы береді. Осы уақыт ішінде ол Хаямидің сол қолымен оның жоғарғы соққысына дайындалды. Бірақ бәрін таң қалдырғаны, Хаями өзінің стилін ұқсас біге ауыстырды. Осылайша ол қоршаған ортаға қолайлы ортада да күштірек болатынын дәлелдегісі келеді. Алғашында бәрі осылай болды. Сондықтан Ипа бірінші рет нокдаунға түсті. Бұл Иптің сенімін қатты сілкіндіргені жаман емес, бірақ Миятқа берген уәдесі оны аяғынан тұрғызды. Бұл жолы бастама Иптің жағына өтіп, ол Хаямиге бірнеше рет соққы бере бастады. Бір сәтте ол оны бұрышқа итеріп жіберді. Қиын жағдайда болған кезде Хаями өзінің тәждік үстіңгі кесіндісін пайдалануды шешті. Алайда бұл арқылы ол Паға ілмекпен қарсы шабуылға шығуға рұқсат берді. Бұл Хаями соққысына төтеп берді және Па идеясын көтере отырып, ол тағы да шайқаста көшбасшылықты қолына алып, оған өзінің жылдам соққыларының сериясын берді. Бұл жай ғана Макунучидің жаттығулары бекер болған жоқ және жекпе-жек барысында ол бұл соққыларға бейімделе алды. Олардан жалтаруды бастады. Сондықтан Хаяма жекпе-жектің сол кезеңіне өтуге мәжбүр болды. Олар қорғаныссыз зәрдің бар екенін түсінді. Және осы ең ауыр сатқындықтарда ол Хаяманы нокаутқа жіберіп, осындай қиын жекпе-жекте жеңіске жетті. Және уәдесін орындап, финалға шықты. Яғни енді Миятаның жартылай финалда жеңіске жету кезегі келді. Оның қарсыласы Машиба болады. Және бұл жекпе-жекке Миятоны өте батыл дайындалады. Өйткені ол финалда Сипамен кездесуге бір ақ қадам қалды. Шибаның өзі де жеңіске жетуге бел буды. Бірақ ол мұны Миятаны аяқтау арқылы жасағысы келді. Ақыры жекпе-жек басталып, Мията өзінің артықшылығын көрсете отырып, бастаманы өз қолына алады. Жекпе-жек басталғаннан кейін көп ұзамай Маша еденге құлап кетер еді. Маша берілгісі келмес еді. Бірақ орнынан тұра салысымен Мия бірден оған ұшып кетті. Тек Гонг жеңілістен құтылды. Егер бәрі бірінші раундтағыдай жалғаса берсе,
онда Мия Машибаны тез нокаутқа жібереді және жеңіс одан қашып кететінін түсініп, Маша тыйым салынған соққыны қолданып, Миятаның аяғын жарақаттайды. Бұл матчтың барысын түбегейлі өзгертті. Енді Маша Миятаны ұрып тастайтын болды. Қалай болғанда да, аяғы сынған болса да, Мията қауіпті қарсылас болды. Сондықтан бұл жағдайда ол Машамен тең дәрежеде күресуге мүмкіндік алды. Бірақ оның әкесі ғана тез түсінді. Егер Мия жекпе-жекті жалғастыра берсе, онда ол конкайраға боксшыны қояды. Өйткені кез келген уақытта оның аяғының жағдайы нашарлауы мүмкін. Алайда берген уәдесі мен берген уәдесі оның берілуіне кедергі болды. Сондықтан ол әкесінен ұрысты тоқтатпауын өтінді. Оның табандылығы Машабаны шошытты және ол жекпе-жекті мүмкіндігінше тезірек аяқтамақ болды. Оған ең күшті соққылар жасады. Ал бір сәтте ол оны арқандарға қарай айдап, алмұрт сияқты ұрды. Бірақ мен қанша бони билмейді құлатпадым. Оның үстіне, оның көзінен жауынгерлік рухтың күштілігі соншалық, Маша бұған сене алмас еді. Тіпті Мияның бұл күйінде де сен Машаға қарсы шабуыл жасағың келді. Бірақ оның денесі қатты шаршағаны сонша, ол шыдай алмай, Мия есінен танып қалды. Оны зембілмен алып кетуге тура келді. Яғни ол уәдесін орындай алмады және бұл үшін өзін кінәлі сезінді. Сондықтан ол әкесінен Иптен кешірім сұрауын өтінді. Маша Ипті қатты ашуландырар еді. Енді ол досы үшін кек алғысы келеді. Оның кек алуға деген құштарлығы соншалық. Ол эмоцияларын қайда қою керектігін білмейді. Сондықтан оның қолынан қан кеткенше алмұртты ұру ғана қалады. Машаны жеңу оңай болмас еді. Оның басты ерекшелігі жыпылықтайтын соққылар. Бұл әдіс қорғанысты әлсіретеді. Бірақ Маша оны дене бітімімен толтырады. Ол өте ұзын. Сәйкесінше оның қолдары да ұзын. Сондықтан мұндай жауынгерге жақындау мүмкін емес. Финалға дейін олар боксшылар арасындағы осы қашықтықты еңсеру керек екенін түсінуге көмектесті. Бірақ алдымен бұл Машибаның кім екенін және оның лас әдістерді қолданып неге төбелесіп жатқанын білу керек. Осы уақыт ішінде маған Күми есімді қыз қатты ұнады. Бірақ ол оны кездестіре алды. Ол бокс жекпе-жегіне бірнеше рет қатысқаны белгілі болды. Сондықтан ол да боксты жақсы көреді деп ойлады. Сондықтан финалға дейін ол оған досынан кек алу үшін Машадан барлық ақымақтықты алып тастау керек екенін айтты. Тек Маша оның үлкен ағасы болып шығады және оның сүйікті ағасы туралы жағымсыз нәрселерді есту оған күн сайын қатты ауырады. Ол да бокстан кейін үйіне ұрып соғып келеді. Шындығында олардың ата-аналары баяғыда қайтыс болған. Сондықтан Күми үшін жауапкершілік Машибаға жүктеледі. Мәселе мынада, оның өткені өте қараңғы және бұл өткенді жұмыс берушілер білген бойда ол дереу жұмыстан шығарылады. Осыған байланысты Күми де өздерін асырау үшін жұмысқа тұруға мәжбүр болды. Маша Күмиді қатты жақсы көретін еді. Сондықтан ол Жапонияның, содан кейін әлемнің чемпионы болуды бірінші мақсат етіп қойды. Өйткені бұл олардың байып кететінін білдіреді. Содан кейін Күми өзін ештеңеден бас тарта алмайды. Соған қарамастан, бұл оқиға Ипаның жеңіске деген ұмтылысына әсер етпеу керек. Сондықтан ол өзін аямай жаттығады және бұл өз жемісін берді. Өйткені қазір спаррингте Аоки де Кимура да оны жеңе алмады. Ақыры Ипа шындап кіріскен финал күні келді. Сондықтан ол алғашқы секундтардан бастап Машибаға ұшып кетті. Бірақ бірінші соққыны әлі де Машиба соқты. Өйткені оның жыпылықтаған соққыларын Макунучи жеңе алмады. Ал бір сәтте Маша оны нокаутқа түсіруі мүмкін еді. Бірақ ең соңында оның соққыларынан бас тартты. Айпинің басты міндеті Машаға жақындаудың жолын табу және ол корпустың жұмысында шешім тапты. Оны үнемі қозғалта отырып, соққылардан жалтарып, оның шабуылын тек гонг тоқтатты. Бұл Паның оны жеңуге толық күші бар екенін білдіреді. Сондықтан бұл әдісті екінші раундта қолданып, Па шабуылға шықты, бірақ Маша бұған жауап беретін нәрсе табар еді. Па жақындап, соққы жасамақ болғанда, Маша шынтағын қоятын еді. Осылайша соққының күші мен По өзіне қарсы ойнады. Бұл әдіс техникалық тұрғыдан тыйым салынған деп саналмайды. Бірақ оны бокста ең адал жігіттер ғана қолданбайды. Бірақ Маштың беделіне мән бермей, тіпті осындай әдістермен де жеңіске жетуді қалайды. Бірақ тозақ азабына қарамастан, ол Маша шынтағынан ұра берді. Бір сәтте оның көзі сол кездегі Миятамен бірдей түске боялғанша. Жоспар өте қарапайым. Ол оның орнына жұдырығын құрбан етіп, Машаның негізгі қолын жойып, соққыларынан есінен танып қала жаздады. Өйткені ол әлі де мақсатына жете алды. Ал енді бүкіл жекпе-жек Иптің әуенімен өтті. Ол бірнеше рет Машаға соққы берді. Ал оған тек өзін қорғау ғана қалды. Бірақ Иптің оны нокаутқа түсіруге уақыты болмады. Өйткені гонг оларды үзіліске жіберді. Жұдырығын тексергеннен кейін және Магава одан ештеңе қалмағанын түсінгенше, қарт оған тек сол қолымен ұрып соғуды, ал оң қолымен тек соңғы шара ретінде ұстауды бұйырады.
Өйткені жұдырығы 1-2 соққыдан артық шыдай алмайды. Содан кейін ол бокспен қоштасуға мәжбүр болады. Және П өзінің көз қарасын ұстанды және тек сол қолымен ұрды. Бірақ Маша еш нәрседен бас тартуға келіспесе де, оның ерік жігерінің күштілігі сонша, ол сынған қолын іске қосты. Соның арқасында ол ипті нокдаунға жібере алды. Бұл жарақаттардың барлығы ипге қатты әсер етті. Бірақ ол да жеңілгендерге кеткісі келмеді. Сондықтан орнынан тұрып, жекпе-жекті жалғастырмақ болды. Және бұл жолы ол осы жекпе-жекте жеңіске жету үшін боксшының мансабын алға қойып, екі қолымен ұра бастады. Және оң жұдырығын мүлде аямай, Машибаны нокаутқа жіберді. Бірақ Маша оянған бойда, ол жекпе-жекті аяқтағаннан кейін де жалғастырмақ болды. Алайда, ол өзінің не құрбан еткенін көргенде және осы жеңіс үшін ақыры өзінің жеңілісін мойындады. Бұл рекрутингтік турнирде жеңіске жеткенін білдіреді. Сонымен қатар, Макунович барлық салмақ дәрежелеріндегі ең көрнекті жасөспірім деп танылды. Оның бұл турнирдегі жеңісі баршаны таң қалдырды және қуантты. Бірақ 1-2 айдан кейін одан да маңыздырақ турнир өту керек. Өкінішке орай, оны тезірек өткізіп жіберуге болады. Өйткені сынақтарға қарағанда оның жұдырығының қалпына келуге уақыты болмайды. Бірақ ол Жапонияның басқа бөлігінде бір боксшының онымен осы турнирде күресуді армандайтынын білмейді. Әрі қарай не болатынын келесі бөлімде білетін боламыз. Ол туралы видео ертең шығады. Лайк басуды және менің YouTube жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.